Сәлем достар, сіздермен бірге болған Иша Мұхаммед және қазақ блогер және біз бүгін бір сіздермен таныстырамыз. Бірінші Ашраф қазақ блогер таныстырады. Менің сәлем достар, сіздермен қазақ блогер. Менің негізгі шын атым Ашраф Мария. Жасым 12-де 4 айдың 2007 жылғымын. Қазақстан Республикасы Түркістан облысында тұрамын. Облысы өте әдемі қала. Биыл облыс болды. Әдемі заттар салынады, көрінеді болады. Бәріне сәлем достар. Бүгін біз видеомызда айтқан едім. Менің атым Иша Мұхаммед, 13 жасындамын. Қазақстан Республикасы Түркістан облысында тұрамын. Қазір Қазақстанда қар жауып тұр, нормалин еріп кетті. Достар, негізі бізде онша қар жауып жатқан жоқ, даланы көрсетеміз. Қар еріп кетті. Достар, достар, қар онша жоқ. İşte dostlar, biz kamera aldık. Sonra енді қызықты видеолар түсіретін боламыз. Достар, біз тек қана жаз келуін күтіп отырмыз. Жаз келген кезде влог, өте қызықты видеолар түсіреміз. Челлендж дегендер болып тұрады. Достар, каналға жазылыңыздар. Видеолар түсіреміз. Каналға жазылыңыздар, лайк басыңыздар. Тек қана жазды күтіңіздер достар. Бірақ қыста да саламыз бір-екі видео. Қыста да саламыз, жазға өте аз қалды. 2-3 ай, 3-4 ай қалды. Енді Видео аяқталды, каналға тіркеліп лайк басып кетіңіздер, подписаться жазып, енді комментарий жазып кетіңіздер достар. Достар, енді осы біз ютуберден бастағалы бір 4 ай болды. 4-5 айдай 5 ай болайын деп жатыр. 5 айда қараңыздар. 85 жазылушы 128 4 айдан негізі 500-600 болу керек. Неге жазылмай жатсыздар. Достар, әшейін лайк деген әшейін не ғой? Достар, лайк басып жазуды ұмытып кетпеңіздер. Және соңғы бір айтатын нәрсем бар. Достар, біз ютубер болды бастадық. Енді бұдан 2 жыл өтсе, біз қанша жазылушы екенімізді ойлаймын. Сол үшін өскенде жақсы ютуб болам деп сенем екеумізді. Достар, сіздерден тек лайк, комментарий, подписаться күтеміз. Осымен бүгін видео аяқталайын деп жатыр. Сонымен сау болыңыздар.